2025 жылы Қазақстан қандай танымал тұлғалардан айырылды? Мұхтар Мағауин 2025 жылдың 9 қаңтарында бейсенбі күні Қазақстанның халық жазушысы, тарихшы, филология ғылымдарының докторы, публицист, қазақтың ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым Мұхтар Мағауин өмірден өтті. Ол өмірінің соңғы 18 жылдан астам уақытында шетелде тұрды. 21 ақпанда Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы, көрнекті жазушы драматург Дулат Исабеков 82 жасында дүниеден озды. Мекемтас Мырзахметұлы 11 қаңтарда филология ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлы 95 жасында қараған шағында дүниеден өтті. Ол 1930 жылы 9 мамырда Түркістан облысы Жуалы, қазіргі Түлкібас ауданында Майтөбе ауылында дүниеге келген. Мекемтас Мырзахметұлы отбасының кенжесі. Отбасында 12 бала болған. Бірі ашаршылық жылдары өмірден өтсе, енді бірі соғыстан оралмаған. Арасында қызылшамен ауырып дүниеден өткені бар. 12 баладан бір ұл, бір қыз қалған. Ата-анасы баласы жастай шешектен өле бергендіктен тастай қатты Бекем болсын деген ниетпен кенже баласының есімін Мекем Тас қойыпты. Асанәлі Әшімов 21 желтоқсанда қазақтың аңыз актері Асанәлі Әшімов 89 жасында өмірден өтті. Күләш Ахметова 14 қарашада қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Күләш Ахметова 80 жасында қараған шағында өмірден өтті. Ақын Күләш Ахметова Қырғыз Республикасының Талас ауданы Киров ауылында 1946 жылы 25 сәуірде дүниеге келген. Нағыз тақиялы періште. 1 ақпанда Тақиялы періште фильмінің негіз болған Сакко Қаратаев өмірден озды. Бұл туралы журналист Дархан Өмірбек әлеуметтік желіде бөліскен. Қазақстандықтардың сүйікті фильміне айналған Тақиялы періште киносы шынайы оқиғаға негізделгенін білесіз бе? Фильмнің бас кейіпкері Таня емес, Айнагүл, ал тайлақтың прототипі Сакко есімді азамат болған. Талғат Мұсабаев 4 тамызда атақты ғарышкер Талғат Мұсабаев өмірден өткен. Ол 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұшқыш, ғарышкер, халық қаһарманы Талғат Мұсабаевтың отбасы мен жақындарына көңіл айтып жеделхат жолдаған еді. Диас Ахметшәріп 22 мамырда журналист Диас Ахметшәріп қайтыс болды. Мәдениет және ақпарат министрлігі елімізге белгілі журналист Диас Ахметшәріптің мезгілсіз дүниеден озуына байланысты жақындары мен қаламдас әріптестеріне көңіл айтқан еді. Жабайхан Әбділдин ғалым, философия ғылымының докторы, профессор, мемлекет қайраткері Жабайхан Әбділдин 93 жасында дүниеден өтті. Жабайхан Әбділдин 1933 жылы Павлодар облысында дүниеге келген. Ол философия ғылымдарының докторы, профессор, ұлттық ғылым академиясының академигі және вице-президенті. Қазақстандағы диалектикалық логика мектебінің негізін салған ғалым. Темірхан Медетбек 1945 жылы 6 наурызда Түркістан облысында дүниеге келген. Кеңес және қазақ ақыны. Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет және парасат ордендерінің иегері, Махамбет рухының монологы, Күлтегін, Тоныкөк секілді өлеңдердің авторы. Сейіт Асқарұлы Қасқабаев 1940 жылы 24 маусымда қазіргі Семей қаласында дүниеге келген. Кеңестік және қазақстандық әдебиеттанушы, фольклоршы. Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Қыз Жібек, қазақтың ғашықтық жырлары секілді үлкен монографияларды зерттеуші. 300-ден аса зерттеу жұмыстарының авторы.
Болат Бапайұлы 1960 жылы 1 қаңтарда Алтай аймағы Көктоғай ауданының туылған фольклоршы. Сөз саралау өнері, ақыт ақиқаты, қазақ кәделері, асыл қазына, қазақ кәделері, қазақтың алғыстары мен қарғыстары, қазақтың түс жүру атты кітаптардың авторы. Нұрлан Санжарұлы Сегізбаев, кеңестік және қазақ кино актері, сценарист, кинодраматург. Менің атым Қожа фильміндегі басты рөлді сомдаған актер. Исраил Сапарбаев 1941 жылы 15 мамырда Самарқан облысында дүниеге келген. Кеңестік және қазақстандық ақын, драматург, аудармашы, сазгер Исраил Сапарбаев 18 шілдеде дүниеден өтті. Ғалым Доскен 1960 жылы 19 шілдеде дүниеге келген. Филолог, әдебиет сыншысы, режиссер, сценарист. Сәулені күту, Ұлы дала астаналары, Маңғыстау қабірлерінің түсі, жоғалған жарық хроникасы және тағда басқа фильмдерінің 9 құйрықты ақ түлкі, сиқырлы флейта, билейтін құс кітаптарының, жезтырнақ балеті, либреттосының аудармаларының авторы. Әкім Әшімов кеңестік және қазақстандық жазушы, драматург, сценарист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының әдебиет және өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық жазушысы, Қараш кинофильмінің сценарийлерін жазған. Ұлы тұлғалар туралы қызықты ақпараттарды естігілеріңіз келсе, арнамызға тіркеліп лайк баса отырыңыздар.